Коронавирус бұл турелі дүңінен келген дүйнелік қорқыныш. Мұның алдын алышуыз керек. Сіздер әрекет қылатасыздар, әрекетіңіздер жақсы десем жаңылбас шығармын. Біз еңірде мұндан паника қылбашуыз керек, анан политика қылбашуыз керек та. Қырғыз қылым қарытқан қырғыз болып келген, мұндан да ор қиыншылықтарды баштан өткерген, мұндан да ор қырсықтарды баштан өткерген. Данан Қытайдың вирусын емес, біз Қытайдың өзіне де жеңілген емес бізді. Қандай ғана қырсық болса, қырғыз укол салдырады, же дем салдырады, шығып кеткенбіз. Анан дүйнөдө бір күнде, же болса бір айда Юго-Восточный Азияда гепатиттен 800 000 адам өлөт экен. Эми дүйнөдө коронавирустан болгон бір 8 000 адам набыт кетиптир да. Анан ошо мойдон эле биз бардыгыбыз өзүбүз эле өзү коркконго кош көрүнөт болуп, капта уналган өзү туура эмес да. Эми кыргызды кырсыктан Кытайдын маскасы құтқарбайды ғой дейм, қырғыздың маркасы құтқарады ғой дейм. Қырғыздың гені күшті ел, қырғыздың демі күшті, қырғыздың елі қасиетті, қырғыздың жері қасиетті. Біз қандай қиыншылық болған күнде деле қырғыздың ұлылығы, қырғыздың сұлулығы, анан қырғыздың сабырғандылығы, анан сабырдылығы, анан сақтап келген да. Ошол негізделік ете өршіз керек. Анан эми эң негизгиси бул иммунитетти түшүрбеш керек, анан настроениени түшүрбеш керек. Иммунитетти түшүрбеш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын 5 бармагы. Тамашалап айсам анча-мынча шакинин арагы. Ошентип эле биз кыйынчылыктарды жеңебиз. Анан көп деле паника кылыштын кереги жок. Анан муногу шайлоолор боюнча маселе бул карай турган маселелер. Дүйнө бардык оюндарын токтотту. Чемпионат мира, олимпиадаларын баары токтотосо биз шайлоону токтото албай турабыз да. Ушул эске алалы. Рахмат. Кийинки сөз Туманбаева Рада